Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін тағы да утил алым туралы айтқалы отырмын. Утил алымның бүгін нүктесін Қанат Шарлапаев, өнеркәсіп және құрылыс министрі қойды. Осыдан бірнеше күн бұрын жарияланған видеода ол министрдің мәлімдеме жасайтыны туралы хабарлағанмын. Ол мәлімдемені бірнеше күн бұрын тағы да ол жариялайды деген ақпарат шыққан еді. Дегенмен ол созбалаңға салынып, бүгінге дейін, яғни жұма күнге дейін созылып, бүгін жарияланды. Сонымен өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев өздерінің, яғни министрліктің ресми телеграм арнасына мынадай 30 секундтық видео жариялады. Құрметті қауым, өнеркәсіп және құрылыс министрлігі басқа да мемлекет органдар мен қоғам белсендері арнайы жұмыс тобын құрып, утил алыммен алғашқы тіркеуге қатысты петицияны қарастырды. Петиция қарау барысында барлық заңнамалық талаптар сақталды. Ашық қоғамдық талқылау нәтижесінде петиция талаптарын қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылданды. Сонымен 11 күннің ішінде 50 мың Қазақстан азаматы қол қойған. Тағы да уақыт болса, одан да көп азамат қол қоятын еді. Негізі мынау сайт автоматты түрде қол қою процесін тоқтатты. Осылайша қол қойған Қазақстан азаматтарының, яғни петицияның талаптары орындалған жоқ. Утилизациялық алымға қатысты ешқандай өзгеріс болмайтын болды. Енді утилизациялық алымға қатысты осыған дейінгі жүргізілген мәселелер туралы, осыған дейінгі болған өзгерістер туралы сәл қысқаша тоқталып өтейін. Қазіргі біздің төлеп жүрген утилизациялық алымымыз жалпы бұл 50%-ға қысқарған түрі. Бұған дейін де осы мәселе бірнеше жылдан бері көтеріліп келе жатқанын сіздер білесіздер. Бұған дейінгі көтерілген кезде оны мемлекет 50%-ға қысқарту туралы шешім қабылдаған болатын. Осылай 2 есе арзандаған утилизациялық алымның өзі қарапайым халықтың қалтасы көтеретіндей деңгейге түсе қойған жоқ. Сол үшін де ол оқтын-оқтын қайта-қайта көтеріліп келе жатты. Сонымен Санжар Боқаев утилизациялық алымды барынша қысқартатын болсақ, елге қандай пайдасы болады, халыққа қандай пайдасы болады, экономикамызға қаншалықты тиімді болады, барлығын есептеп петицияға жазып, петицияны жариялаған болатын. Дегенмен бұл петицияны өздеріңіз көргендеріңіздей петициядағы талаптар орындалмады. Енді мемлекеттің беріп отырған мемлекеттің айтып отырған сылтауларына сәл тоқталайын. Негізі бұл мемлекеттің белгілі бір компанияны, белгілі бір кәсіпкерлерді өзге нарықтардан былай бір қорғап тұруы ғой. Шетелдің компаниялары оларды таптап басып кетпеу үшін утилизациялық алымды қойып отыр. Егер де утилизациялық алым алынса, Қазақстан азаматтары арзанға сапалы көліктерді шетелден әкелуге мүмкіндік алатын еді. Ал ондай жағдайда Қазақстанда шығарылатын көліктер өтпей қалуы мүмкін. Сондықтан Қазақстандағы өндірісті қолдаймыз деп осы утилизациялық алымды алмаймыз деген уәж айтты. Сонымен қатар біз қазір мы уже производим автосидение деген сияқты бірқатар қосалқы бөлшектерді өзімізді шығарамыз деп отыр. Утилизациялық алым туралы жиындарда осы бірнеше зауытқа да барды. Енді ол жердегі жиындарды өздеріңіз барлықтарыңыз көрген болатын шығарсыздар. Егер де менің арнамды көріп отырсаңыздар, утилизациялық алымға қатысты барлық жаңалықтардан хабардарсыздар деп ойлаймын. Бірнеше зауытқа барды, Көкшетауға барды, Қостанайға барды, басқасына барды. Ақыры қорытынды жиын Алматыдағы Hyundai компаниясының кеңсесінде өтті. Оны қоғамдық талқылау деп атады. Дегенмен қоғамдық талқылауға қоғамның кез келген азаматы қатысуға мүмкіндік ала алмады. Яғни ол жерге аккредиттелген журналистер мен рұқсат етілген азаматтар ғана кіруге мүмкіндік алды. Сол үшін белсенді топтың мүшелері, белсенді азаматтар ол жиынға бұл қоғамдық талқылау емес, бұл жай ғана көзбояушылық деп қатыспай қойды. Бастамашы топтың бірнеше мүшесі ғана ол жиынға қатысты. Жалпы осы утилизациялық алымға қатысты мәселе көтерілгелі бері, мемлекеттік комиссия құрылғалы бері, ол белсенді топтың мүшелері бұл компанияның мүшелеріне қатысты өздерінің көңілдері толмайтыны туралы ақпарат жариялаған. Себебі олардың басым бөлігі утилизациялық алымды қолдайтын азаматтардан құралған. Сонымен утилизациялық алымның соңғы жиында осыған дейінгі жарияланған видеода айтқан едім. Утилизациялық алым туралы соңғы шешімді министр жариялайды деген министр жариялады. Енді мемлекет тарапынан, яғни министрліктердің тарапынан айтылып отырған уәждерге тоқталайын. Жаңағы ең алғашқысы біз өзіміздің кәсіп орнымызды өзгелерден, яғни әлемдік
алпауыттардан, әлемдік державалардың компанияларынан қорғаймыз деген уәж айтты. Дегенмен мен енді сіздерге сұрақ бұл. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазіргі Қазақстанға кіріп жатқан сансыз Қытай модельдері бар, өзге компаниялар бар, жылдам дамып жатқандар бар, немістер бар, кәрістер бар. Солардан біздікілер басы бозып, өзіміздің бүйтіп қызғыштай қорғап отырған кәсіпкерлеріміз оларды басы бозып шығала ма? Екіншісі, утилизациялық алымды жоймау арқылы өзіміздің іштегі өндірісті дамытамыз дейді. Мысалы, утилизациялық алым жалпы 12 бағытқа жұмсалады екен. Оның ішінде қоғамдық көліктерді дамытуы бар, жаңағы қоқыстарды қайта өңдеуі бар, табиғаты бар деген сияқты. Мысалы, бізде Қазақстанда қоқыстарды 100% қайта өңдеу үшін 94 түрлі жоба керек екен. Бұл экология министрлігінің берген ақпараты. Ол 94 түрлі жобаға қазір 30-дан астам инвестор табылып тұр екен. Оның 20-дан астамымен келісімшарт жасалып та қойыпты. Енді ол инвестор өзінің де қаржысын құяды, жаңағы жасыл дамуға жиналған қордың ақшасын да құйып, келесі, яғни 25-ші жылдың соңына дейін Қазақстанда бірнеше зауытты іске қосамыз дейді. Яғни біздің қоқыс деп лақтырып жіберген мынадай бөтелкелеріміз бар, басқа қағаздар бар, соларды қайта өңдеп, бізге қажетті заттарды қайтадан шығарып береміз деп отыр. Енді олардың қаншалықты жүзеге асатын уақыт көрсетер, осындай бағыттарға жұмсаймыз. Сол үшін бұл Қазақстанның экономикасына барынша қажет деген уәжін айтып, бірнеше министрлік утилизациялық алымды алып тастауға қарсы болды. Сіздердің ойларыңыз қандай? Утилизациялық алымның жыры осымен тоқтады ма? Себебі бірнеше жылдан бері көтеріліп келе жатқан мәселе екенін білесіздер, 50%-ға қысқарғанын да білесіздер. Одан кейін қысқарғанымен бұл қарапайым азаматтардың қалтасы көтермейтін болғандықтан қайтадан мәселе көтерілгенін білесіздер. Осымен тоқтай ма әлде бұл мәселемен күрес ары қарай жалғаса ма? Қалай ойлайсыздар? Пікірге жаза кетіңіздер, арнаға жазылыңыздар. Амандықта жүздесейік.